Жергілікті тұрғындар баскетбол ойнап жатқан қара нәсілді жігіттерді көру үшін жиналды. Автобуста отырған балалар да бұл кәсіби ойыншыларға тәнті. Бірақ дәл қазір олардың назарын Мик Лири аударды. Ол небәрі 10 жасындағы жаман атымен танымал еді. Бұл бұзақы сәтсіз салынған граффити үшін ғана құрдасын аяусыз сабап тастай алатын. Чарли, адам қалайша соншалықты қатыгез бола алады? Деген сұраққа жауап іздейтін. Мик Лири ұзақ уақыт бойы Нью-Йорктің бірнеше ауданын қорқынышта ұстады. Уақыт өтті, балалар өсті және кештердің бірінде кездесіп қалды. Мик бұйра шашты ботаникпен танысып, ванна бөлмесінде кезекті граффитиін қалдырды. Дэннидің досы менің досым, мен қабырғаға жазбаймын. Мик бұл анасының баласына күліп, өзгенің үйін бүлдіруін жалғастырды. Осы кезде бөлмеге екі ірі денелі спортшы кіріп, одан кетуді талап етті. Мик бас тартты, сонда олар оны далаға сөйлесуге шақырды. Мик күтпеген жерден өзімен бірге жуас Чарлиді ертіп алды. Ол алтын алқасын шешіп, еш артық сөзсіз екі спортшыны да сұлатып түсірді. Бұл ессіз мұнымен тоқтамады. Ол бос sıra шөлмегін қолданып, соңғы соққыны аяқпен жасады. Міне, ақыры қолға түстің. Барлық балалар, соның ішінде Чарли де мұндай қатыгездіктен шошып қалды. Ботаник, сені бұдан бұлай осылай атайтын боламын. Көрген сұмдығы Чарлидің есінен кетпей қойды. Ол бұл туралы полицияға хабарлады. Оның түсініктемесінен кейін Мик темір торға тоғытылуы мүмкін еді, өйткені бұзақы адам өлтіруге оқталу бабымен айыпталды. Екі спортшы да ауыр халде жатты. Сонымен қатар, оның үстінен бұрыннан жиналған істер де көп еді. Сен ерлік жасадың, өзіңді мақтан тұтуың керек. Көп ұзамай Мик тұтқындалды. Олардың Чарлимен ортақ досы Дэнни, егер қылмыскер балалық шағын интернаттарда өткісе, Дэнни, керісінше, ауқатты отбасында өскен. Егер олар Микті кім ұстап бергенін білсе, ол егеу құйрыққа далаға шықпағаны дұрыс. Оның шаруасы бітеді. Миктің спортшыларды өлтіре жаздағаны маңызды емес, ол бәрібір керемет жігіт. Чарли қорыққаннан бірден барып көрсетпелерін қайтарып алды. Прокурор Чарлиді бұл әрекетінің дұрыс еместігіне сендіруге тырысты, бірақ Чарли шешім қабылдап қойған еді. Әкесі де одан көңілі қалды. Оның кесірінен прокуратура істі жауып тастады. Мик небәрі 3 аптаға ғана қамалды. Сенің ниетің қаншалықты жақсы болса да, егер олар іспен дәлелденбесе, мағынасын жоғалтады деп сөзін аяқтады әкесі. Чарли Микпен жолықпау үшін 2 жыл бойы далаға шықпауға тырысты, содан кейін колледжге оқуға түсті. Онда жаңа өмір басталды. Достарын енді тек кітаптар мен қыздар қызықтыратын. Колледжде олар бай жігіт Леомен және оның 2 досы, Мэри мен Грег қызы Ниамен танысты. Ния туылмай жатып-ақ 1 миллионердің ұлына атастырылған болатын. Ал Мэри бос еді, ол мен Чарли кеш бойы бір-біріне көз тастап жүрді. Келесі күні Чарли олардың жатақханасына бас сұқты. Қазір немен айналысып жатырсыңдар? Мен Макиавеллиді түпнұсқада оқып отырмын. Чарли Мэриді шницельмен қонақ қылғысы келген, бірақ бойжеткен әзірге бас тартты. Десе де, студенттің көңіл күйі керемет еді. Ол бөлмесіне оралып, Мик Лириді көргенше. Ол, Чарлидің темір торға жаппақ болған баяғы ессіз бұзақысы. Қылмыскер мұнда жолай соғыпты, достарының қасында бірнеше күн тұрмақшы. Ең бастысы, ол осы уақыт ішінде бірдеңе бүлдіріп үлгермесе болғаны. Чарли мазасызданып барға қашып кеткісі келді. Не? Қарғыс атсын, атанаң сенің оқуыңа қанша ақша төлейтінін білесің бе? Мик ботаникке отырып үй тапсырмасын аяқтауды, содан кейін ғана барға баруды бұйырды. Чарли бұзақыны өз ортасынан аулақ ұстағысы келді, бірақ Дэнни оларды таныстыруды жөн көрді. Лео бұл типтің қаншалықты қауіпті екенін білмейді. Мик мас болған бір бейбақты сабап тастай жаздады, бірақ Лео жағдайды реттеп үлгерді. Бұзақы қыздарға сөз сала бастады. Чарли қыздармен бұлай араласуды ешқашан білмейтін. Үйге бара жатқанда Мик Мэридің жігіті бар жоғын сұрады. Чарли бар деп өтірік айтты. Бұзақы білімді қыздың айтқан сөздерінің жартысында түсінбеді, өйткені ол мектепте де дұрыс оқымаған еді. Түнде Миктің ұйқысы келмеді. Әлеуметке қарсы мінез құлық. Көрдің бе, мен туралы кітаптар жазып жатыр екен. Жатып ұйықташы, өтінемін деді Чарли, оның да ұйқысы қашқан еді.
Таңертең ол бөлмеден қашып шықты, бірақ Миг оны тауып алып, Мэридің қасына отыруды ұсынды. Қыз оларды суреттерін көруге шақырды. Чарли оларды кәсіби тұрғыда бағаласа, Мигтің де айтары болды. Мыналар кімдер? Жай адамдар. Миг Чарли екеуін суретке түсіруді ұсынып, сәтті пайдаланып, оны тағы да қылқындырып, мазасын алды. Тіпті баскетбол жаттығуы кезінде де студентке тыныштық бермеді. Миг Чарлиді жеке-жеке ойнауға шақырды, бірақ Чарли оны еш қиындықсыз жеңіп кетті. Бұл бұзақыға ұнамады. Сабақта зұлымдықтың қарапайымдылығы туралы кітапты оқып жатқанда, оқытушы мысалдар келтіруді сұрады. Стукачтар, ұстап берушілер, өйткені олар сатқындар. Олар қарапайым істі қиындатып жібереді, деді Миг. Енді Чарли одан сайын қатты қобалжыды. Олардың арасында әңгіме басталып, студент Мигтің ауыр балалық шағы туралы бірнеше сұрақ қойды. Миг оның тамағынан алды, бірақ тез есін жинады. Арадағы шиеленіс өсіп жатты. Чарли тіпті оны боқтап жіберді. Кешкісін Мэри жаңа таныстары туралы сұрады, бірақ Чарли ол туралы сөйлескісі келмеді. Осы кезде Лео Мигке өзінің қымбат киімдерін кигізіп қойды. Оның коннектикуттық байдың ұлы емес екенін ешкім де білмес еді. Киім өлшеп көргеннен кейін Миг күтпеген жерден Чарлимен жақсы сөйлесіп, оған покер ойнағанда блеф жасауды үйретті. Жатақханаға бара жатқанда полиция машинасы өтіп бара жатқан сәтте Миг әдейі тығылып қалды. Ұйықтар алдында Чарли Мигтің қымбат киімдерді ұстап көргенін байқады. Онда мұндай киім ешқашан болған емес. Таңертең Чарли Мэримен кітапханада сабақ оқымақ болды, бірақ оның орнын Миг иеленіп алыпты. Әдеттегідей бұзақы айналаның бәрін фломастермен шимайлап тастаған. Ол Чарлиге бұл жақсы қызды қалай арбап алғанын айтып мақтанды. Лео достарын жеке ұшағымен серуендетіп, сәнді зәулім үйіне особняк алып келді. Чарли мен Мигтің арасында достық орнай бастағандай болды. Бұзақы оны крокет ойнауға шақырды. Ол бұл ортаға тез сіңісіп кетті. Чарли үшін күн керемет аяқталды. Ол мен Мэри джакузиде отыр. Жігіт қысылып, оның денесіне қарамауға тырысты. Олар тәтті сөйлесіп отырғанда орталарына Миг келіп жайғасты. Ол бірден Мэриді құшақтап алды, ал Чарли ештеңесіз үйге оралды. Сол түні Мэри Мигпен бірге болды. Көңілді Миг Чарлимен сөйлесуге келді. Бәлкім, ол досының алдында өзін ыңғайсыз сезінгенде болар. Таңертең Мэри Чарлиге үнемі дұрыс емес жігіттерді таңдайтынын айтты. Чарли енді Мигтен қорықпайтынын түсінді. Студенттер колледжге оралмай жатып, Лео $200,000 яхта сатып алды. Чарли онда да мұңайып, қызғанышпен жүрді. Кейін көктемгі бал басталды. Оған баруға Миг көндірді, тіпті смокинг жалдап алды. Бай Лео $20 кіру ақысын төлеуге тыйым салғандықтан, олар мерекеге артқы есіктен кірді. Оларға Мишель көмектесті. Ол Леодан кілтті қайтаруын сұрады, әйтпесе жұмыстан шығып кетуі мүмкін еді. Жарайды, міндетті түрде қайтарамын, бірақ сәл кейінірек. Бәрі билеп жатқанда Миг Мэриді киім ілетін бөлмеге алып кетті. Бұл Чарлиді қатты ашуландырды. Миг онымен сөйлесуге бел буды. Бұзақы мұндай сәнді өмірдің өзіне ұнайтынын, тіпті осы колледжге оқуға түскісі келетінін айтты. Бір себептермен Чарли кенеттен Мигке осыдан бірнеше жыл бұрын оны ұстап берген өзі екенін мойындады. Ол енді шындықты жасырғысы келмеді. Миг жауап беріп үлгермеді, өйткені олардың назарын шатырға шығып кеткен бір бейбақ аударды. Олар көмектеспек болғанымен студент бәрібір құлап кетті. Оның соңынан Миг те құлап кете жаздады, бірақ Чарли оның аяғынан мықтап ұстап қалып, жоғары шығарып алды. Бұзақы көз алдынан бүкіл өмірі өтіп кеткенін айтты. Жатақханаға бара жатқанда Чарли әңгімені жалғастырмақ болды, бірақ Миг оны жай ғана құшақтады. Бүгін Чарли бәрі үшін нағыз батырға айналды. Таңертең достар қыдырып жүргенде Мишель жылап келді. Егер кілтті қайтармасаң, мені жұмыстан шығарады. Оқуыма ақша таба алмаймын. Лео қызға кілтті шатырдан құлаған жігітке беріп жібердім деп өтірік айтып, оны қуып жіберді. Достары мұның дұрыс еместігін айтты, ал Миг кінәні өз мойнына алуды ұсынды, яғни кілтті өзім ұрладым деп айтамын деді. Лео Мигке шыннен ақ көңіл жабайыны шығармай-ақ қой деп жауап берді. Қыздар Леоны жақтап шықты. Миг болса Леоны оңбағандық жасады, сондықтан таяқ жеуге лайық деп есептеді. Осы кезде Чарли газеттен сұмдық жаңалық оқыды.
Олардың туған аудандағы барда бір ер адам өлтірілген екен. Қаскөй оның басынан секіріп, соңғы соққыны жасаған. Таныс қолтаңба, солай емес пе? Бұл Мик оларға келмес бұрын бір күн бұрын болған оқиға еді. Дэнни досының кісі өлтіруші екенін баяғыдан біліпті. Мик болса мұның өзін өзі қорғау болғанын айтып ақталды. Барға бара жатқанда ешкімді өлтіргім келген жоқ. Ант етемін. Мик соңғы күндерінің түс сияқты екенін, сабаққа барып, кітап оқып, қызбен кездескені оның өміріне мүлдем ұқсамайтынын айтты. Бұл менің бастан аяқ оқып шыққан алғашқы кітабым екенін білесің бе? Чарли, мен не істейін? Бірақ Чарли үндемеді. Мик кітапханаға Мэримен сөйлесуге барды, бірақ қыз онымен қарым-қатынасын үзді. Чарли мен Дэнни бірден істеуі керек деп шешті, өйткені адам өлді, бұл әзіл емес. Не келіп Миктің Леоны сабап тастағанын айтты. Чарли Мэридің амандығын тексеру үшін оны іздей бастады. Мас болған Мик әбден қызып алған еді. Чарли мас Леодан Мэридің дүкенге кеткенін, және олар бүгін Леоның қымбат яхтасын батырмақ болғанын білді. Бірақ Мэриді Мик тауып алды. Ол қызды ұстап алып, екінші мүмкіндік беруін талап етті. Жоқ. Мен түзеле алар едім. Қарғыс атқан қаншық. Деп Мик оны кінәлай бастады. Чарли келіп, Миктен тоқтауды талап етті. Мэри көмекке шақырды, бірақ Мик Чарлиді жағаға итеріп шығарды. Сенің мені ұстап бергеніңді білетінмін. Сен мен кешірген алғашқы стукачсың. Өйткені сенің арқаңда менде үміт пайда болды. Кешіруге болады деген үміт. Мен де бүгінгі дейін сенген едім деп жауап берді Чарли. Әдеттегідей Мик алтын алқасын шешіп, қарсыласын аяусыз сабай бастады. Чарли қорықпай жауап қайтарды, бірақ кәсіби төбелесшіге қарсы не істей алады? Мэри оны тоқтатуды өтініп жатты. Чарли ес-түссіз жатқанда Мик оның басынан секірмек болды, бірақ соңғы сәтте тоқтап қалды. Көзіне жас келді. Чарли полиция сиренасын естіп, Миктің аяғынан ұстап алды. Бірақ ол құтылып, суға секіріп кетті. Дэнни бәрібір полиция шақырған екен. Бірақ Мик содан кейін табылмады, ол қылмыс әлеміне сіңіп кетті. Чарли бүгінгі түнді Мик үшін бітіру емтиханы болды деп есептейді, өйткені ол өмірінде бірінші және соңғы рет өз қарсыласын аяп тірі қалдырды.